Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен вафлидің рецептісімен бөлісетін боламын. Бізге қажет ингредиенттер видеода көріп отырғандарыңыздай ұн, қант, жұмыртқа, май және де сүт. Ыдысымызға ең алдымен жұмыртқамызды салып, оның үстіне қантымызды салып, екеуін жақсылап миксерлейтін боламыз. Ендігі кезекте осы массамыздың үстіне майды және сүтті қосып араластырамыз. Ұнымызды бірнеше бөлікке бөле отыра тестімізға қосып миксерлейміз. Бізде осындай тесто пайда болды. Егер вафлидің жұқа болғанын қаласаңыздар, онда сүтті көбірек қосуларыңызға болады. Менде шамамен осы тесто арқылы 18 вафли шықты. Енді бұны вафельницада пісіретін боламыз. Мен вафлиді осылай орадым. Негізінен вафлиді басқаша да орауға болады. Оны қалай әсемдейтініңіз және де қалай орайтыныңыз ол өз қалауыңыз. Мен осы жолы вафлиға декор жасайын деп шештім. Ол үшін ерітілген шоколад және де вафельная крошка қажет болады. Барлығы видеодағыдай жасалынады. Вафлилар декормен өте әдемі көрінеді деп ойлаймын. Сондықтан да сіздер де осылай жасап көріңіздер.